Сәлеметсіздер ме баршаңызға. Бүгін біз математикалық индукция принципі туралы сөйлесеміз. Математикалық индукция принципі жалпы ол математикалық болжамның дұрыстығын дәлелдеуде қолданылады. Ол үшін біз математикалық болжамның не екендігін түсіндіре өтейік. Мысалы, тақ сандардың қосындысын қарап көріңіз. Мысалы, бір тақ сан ол бірдің квадраты. 1 мен 3 қатар тұрған тақ сан, бұлар 2-нің квадраты. 1, 3, 5 сандарының қосындысы 3-тің квадраты. Байқап тұрғаныңыздай, бізде тақ сандардың қосындысы бұл 1-ден 2-нің 3-тің 4-тің квадраттарын беріп береді. Ендеше кез келген n натурал сан үшін біз мынандай бірінші формуланы дұрыс деп бағаласақ болады. n-нің орны 1, 2, 3 бергенде жоғарыдағы нәтижелерді алатын боласыз. Бірақ сұрақ мынандай туындайды. Бұл кез келген n натурал саны үшін дұрыс па деген. Осы кезде біз математикалық индукция принципін пайдаланатын боламыз. Математикалық индукция принципі 2 қадамнан тұрады. Алдымен n тең 1 үшін осы болжамның дұрыс екендігін тексеру керек болады. Ол үшін бірінші формулада n-нің орнына 1-ді апарып қойып, дұрыстығын тексеріп аламыз. Екінші қадам бұл n тең k плюс 1 үшін мына бірінші формуланың дұрыс екендігіне ұйғарым жасап, оның n тең k плюс 1 үшін де дұрыстығын дәлелдеу керек болады. Егер ол n тең k плюс 1 үшін де дұрыс болып шығатын болса, онда бұл бүкіл n натурал сандары үшін дұрыс дегенді білдіретін болады. Енді біз осы екінші қадаммен жұмыс істейік. Енді біз n тең k үшін мына бірінші болжамымыз дұрыс деп ұйғарым жасаймыз. Яғни мына екінші формула ылғи да дұрыс болсын. Енді осы ұйғарымды ескере отырып, біз n тең k плюс 1 үшін мынандай үшінші формуланың дұрыс екендігін көрсетуіміз керек. Яғни біз 2k минус 1-ден кейін тағы да бір қосылғыш алып, оның мәні k плюс 1-дің квадратына тең екендігін көрсетуіміз керек дегенді білдіреді. Ол үшін біз мына екінші ұйғарымдағы 1-ден 2k минус 1-ге дейінгі сандардың қосындысы k квадрат екендігін пайдаланатын боламыз. Және қалған қосылғыштарды жақшаны ашып ықшамдайтын болсаңыздар, онда қысқаша көбейту формуласы бойынша оның мәні k плюс 1-дің квадратына тең екендігін көресіздер. Яғни бұл дегеніміз біздің жасап отырған болжамымыздың барлық натурал сандар үшін дұрыс екендігін білдіреді. Сізге осы сабақ ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Және менің парақшама жазылып, видеомен достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер.